оқушылар отырыңдар. Бүгінгі көңіл күйлерің қалай? Онда бүгін сабағымызда да осылай көңіл күйіміз жақсы болсын, сәттілік тілеймін баршаңызға. Жақсы балалар, ең бірінші сабағымызды бастамас бұрын мен сендерге бір көңілді жаттығуды ұсынғым келіп тұр. Мына жерде шеңбер бойына тұра қаламыз да, арқамызға өз жақсы қасиеттерін жазамыз. Бір ғана сөз. Мысалы үшін Ермаханның артына ақылды деген сияқты. Түсінікті ме? Онда мына жерге шеңбер болып тұра қалайық. Бір артына. Ақ қағаздар алыңдар, өздеріңе сызғанмен. Міне сен келген адамға бересің. Маркерді алсайдар. Екі қатар болып тұрады, кішкене әжем болып жақсы деген қасиеттерін жазамыз. Сыныптастарының, достарының, қастарында отыратын құрбы құрдастарының, не? Түсінікті ғой ерекше, не? Бастаймыз ал. Ауысуға болады. Сосын не деп жазғанын соңынан көресіңдер. Bir söz ғана. Қозғалып жазайын. Енді айсұлған секунд. Сосын не деп жазғанын соңынан көресіңдер. Бір сөз. Бір-екі минуттан кейін аяқтаймыз. Балалар жұмысымызды. Жақсы, жұмысымызды аяқтаймыз. 1, 2, 3, аяқтаймыз. Енді арқамыздағы қағаздарды қолымызға аламыз. Әдемі болып тұра қаламызды аламыз балалар. Не деп жазылған екен бір-бірден оқиық. Айшадан бастай қой. Ақылды, білімді, адалды, сенімді, ақылды, көңілді, адалды, сенімді. Жақсы. Тағы кім оқиды? Ақылды, білімді, мейірімді, Жақсы. Ал. Жантөре, мейірімді, күшті, мұқтар, ақылды, палуан, жандос. Жақсы. Айсұлтан? Айсұлтан ақылды, мейірімді, дос. Даусымызды қатырақ шығынамыз, е? Ал, Ильяс. Мейірімді, позитивный, ақылды. Позитивді деп жазамыз, е? Жақсы. Жігер? Ақылды, күшті, білімді, тиісті. Балымыр? Ақылды, әдемі, жақсы. Таусар? Мейірімді, ақылды, адалды. Жақсы. Тағы кім оқиын дейді? Ақылды, Ал, мөлдір? көңілді, мұзыңған. Даусын шығара қойшы, естімейді. Көңілді, мұзыңған. Жақсы. Ал, Ердос? Жандос, ақылды. Жандос ақылды дейді. Марғұлан? Ақылды, білімді, оқымысты, адал. Жақсы. Балалар, енді барлығымыз көрдік, е, қандай сөздер екен. Қандай сезімде болдық? Күшті сезім. Күшті сезімде, е, мақтаға жақсы ғой, е. Адамның өзінің жақсы қасиетін сезіну өте күшті көңіл сыйлайды. Жақсы, рахмет, орныңызға жайғасаңыз. Балалар, алдыңғы сабақта біз қандай тақырыпты өттік? Автор кім еді? Ыбырай Алтынсарин. Олай болса балалар, біз қазір сол әңгіменің мазмұнын еске түсіріп алайық. Жақсы. Онда назарларыңа мен сендерге қазір комикстеріндегі кітапшаны назарларына ұсынамын. Міне, ақырдай жұмбақ әңгімесі Ыбырай Алтынсарин. Біз өткен сабақта қарастырдық. Жалпы Ыбырай Алтынсарин кім? Авторға да тоқтала кетейікші балалар. Педагог. Педагог. Алғашқы мектепті ашқан ұстаз дейді, тамаша. Хатшылық қызмет атқарған дұрыс айтты. Тілмаш болған. Тамаша. Ау? Ол дұрыс айтты. Қостанай облысы
мұсатабыл ауданының дүниеге келген. Жақсы, жаққа айтсақ одан да тамаша болады. Айсұлтан? Жақсы балалар. Енді атымтай жомарт әңгімесін іздеп сөйлейді. Ең алдында бірінші қалай басталады? Кім айтады? Айша келе ғой. Дәлірге тұрып айта ғой, даусымды қатты шығарып. Атымтай жомарт өзі есепсіз бай бола тұрып, күн сайын бір мезгіл үстіне ескі қысқы киімін киіп, отын кесіп, шөп тасып, жұмыс қылады екен. Жақсы, тамаша, рахмет. Әр қарай оқиға қалай өрбиді бізде? Қалай еркеле ғой? Сол жерден айта бер алайық. Бір күні өзінің жақын таныстары сұрады дейді. Жомарт құдай деген дәретіңізге ашқа тамақ жалаңашқа кейін үйсіздерге үй болдыңыз. Сөйте тұрам жете алмаған жарлығыша отын кесіп шөп тасығаныңыздың мағынасы не деп сұрайды. Сонда атымтай жомарт айтты. Жақсы, әрі қарай. Төрт түрлі себебі бар дейді. Бірінші себебін кім айтады балалар? Ілияс. Әуелгісі әдем асыл киім асқан дәулетті өне бойы әдететтен көңілге жел кіргізеді. Сол жеткен көңілмен өзімнен терезесі төмен бишаралардан жиреніп көз салмай кем-кетке жәрдем беруді ұмытамын деп қорқамын. Жақсы, тамаша. Ілияс, рахмет. Келесі, екінші себебі не? Жігер, ал. Екіншісі бар бола тұрып, мен жұмыс қылсам кемшілік емес екенін біліп, кейінгілер әбілет алсын деймін. Жақсы, рахмет. Келесі. Ал, үшінші себебі? Үшіншісі күн сайын өз ниетімен тапқан бір-екі болғаннан сатып ала берсем, бойыма сол тамақ болып тарайды. Еңбекпен тапқан дәмнің тәттілігі, сіңілімдігі болады. Жақсы, рахмет Айсұлтанға. Соңғы төртінші себебі, ал, Інжу? Төртінші себебі, егер де мен өзімнің байлығыммен ешкіммен бөліспей өзім ғана жаратсам, онда өзімді кінәлі қылып сезінемін деп айтады. Жақсы. Қазір доктор жүресің бе? Қалай дейді төртінші себебі? Құдай тағаланың берген дәулетін өзімсініп, тиісті орындарына жаратпай, көбісін өзім ішіп жеп өзім тұтынсам, мал берген иесіне кінәлі болармын деп қорқамын деді. Сөйтіп, атымтай жомарт өзінің отын кесіп, қарапайым адамша еңбектенуінің төрт түрлі себебі осылай түсіндірген екен. Жақсы, тамаша балалар, сендер атымтай жомарт әңгімесін өте жақсы меңгерген екенсіңдер. Бүгінгі сабақта біз әрі қарай осы әңгімені тағы да тереңірек түсінуім үшін сұрақтар ойластырып алып келдім. Соған жауап беретін болсақ, сұрақтарға кім жауап береді? Кім өзіне сенімді балалар? Ал, Ермахан дейді, кел бірінші сұраққа. Ыбырай Алтынсарин қандай білім алған? Ыбырай Алтынсарин Жанына қарап тұр, қандай білім алды? Көмектесеміз бе? Өзінің білімімен мектебін ашқан басқа балалар білу үшін. Жақсы, өзі қандай білім алған? Кім көмектеседі Ермаханға? Қандай білім алды? Ол Ыбырай Алтынсарин қандай білім алған? Ол Орынбор деген жерде білім алған. Қазақ балалар үшін ашылған мектепке оқуға түседі. Жақсы, әрі қарай одан кейін ол мектепті үздік бітіріп кімнің қарамағында жұмыс істейді? Атасы Балғожа хатшы болып жұмыс істейді. Балғожа бидің хатшысы. Жақсы, келесі екінші сұраққа кім келеді? Ал, Ілияс келе ғой. Атымтай жомарт қандай? Бір жақ шетінен тұра ғой, дауысын шығар. Атымтай жомарт ол мейірімді, ол
Еліне не істейді? Жақсылық жасайды. Ол байлыққа қарамайды. Ол ақша тауып, сол ақшаға өзі нан сатып алып жейді. Тамаша, рахмет. Отыра ғой. Келесі үшінші сұраққа кім келеді балалар? Раян келе ғой. Бай бола тұрған еліктен атымда жомарт күнде еңбектенеді. Себебі ол өзінің бай болған кезінде ешкімді менсінбей кетемін деп қорқады. Сондықтан да ол еңбектеніп бүкіл адамдарға көмектеседі. Тамаша, өте жақсы. Отыра ғой. Келесі төртінші сұраққа кім жауап береді балалар? Ал Кәусар келе ғой. Атымда жомарттың бойына қандай қасиеттерді байқадың? Қандай қасиетті байқадың ал? Сыныптастарың айтамын. Оның мейірімділігін, еңбектенетін ақылдылығын, мейірімді қамқорлықтарын байқадым. Бастысы өзінің атына сай, жомарт екенін байқадым. Жақсы, рахмет. Келесі сұраққа кім жауап береді? Қандай шығармалар жазғанын? Қандай шығармалар жазды? Абырай алтынсарин. Осы біз оқып жазған Атымтай жомарт деген шығарманы жазған. Сосын тағы да Әке мен бала. Әке мен бала. Дұрыс көмектесіп. Дүние қалай кетсең табылады. Атымтай жомарт айтты. Дұрыс айтады, жақсы. Сосын бастауыш сыныпта өткен кел балалар оқылып. Жақсы, рахмет. Отырамыз. Келесі 6-шы сұраққа. Әңгіме мазмұнынан қандай қорытынды шығаруға болады? Еңбектену керек, барлығына мейірімді болу керек, бай бола тұра жұмыс істеуге ұмытпау керек, елге көмектесу керек. Жақсы, рахмет. Абырай Алтынсарин ол педагог, ағартушы, тілмаш, ақын болды, жазушы болды, хатшы болды. Балалар әдебиетінің атасы. Жақсы, рахмет. Отырамыз. Тамаша. Балалар, біз әңгіменің мазмұнын еске түсіріп алдық, қандай кейіпкерлер барын талдадық, авторға тоқталдық. Енді бүгінде біз сол тақырыпта қарастырамыз, дәптерімізді ашып жазамыз. Қарашаның 25-і Ыбырай Алтынсарин Атымтай жомарт әңгімесі, жомарттық қайырымдылық тамшысы. Дәптерімізге жазамыз. Балалар, бүгінгі сабақта біз Атымтай жомарт әңгімесіндегі кейіпкерлерді, портреті, іс-әрекеті арқылы образын ашамыз, яғни Атымтай жомарттың, және осы шығармадан алған әсерді сипаттап, авторға хат жазатын боламыз. Бүгінгі біздің мақсатымыз осы. Жазып алыңдар, мұқият, таза, әдемі жазамыз. Парақшасы көрдіңдер ме? Бүгінгі сабақта біз асық арқылы бағалау жүргіземіз. Біз күнделікті сабақта неше балға дейін алуымыз керек максималды? 10 балл, Мына жерде 10 дөңгелек берілген сендерге. Көріп тұрсыңдар ма? Қазір біз дескриптор арқылы, әр дескриптор 1 балға теңестіріледі. Жұмыс жасаған кезде осыны, егер дескриптордың бір бөлігін жүзеге асырсаңдар, біреуін боясыңдар, келесі осылай қадам-қадаммен жүзеге бояп отырасыңдар. Жүзеге асырылады. Түсінікті ме? Сұрақтар ма бақылау карточкасы бойынша? Бір-бірден алдарын алып қойыңдар. Бақылаймыз осы арқылы. Ары қарай, бізде топтық тапсырма. Алдарында тұр, топтық тапсырма балалар. Бірінші топ кімде? Бізде міне Айсұлтандардың тобы, бірінші топ.
Атымтай жомартқа тән қасиеттерді тірек сызба арқылы көрсетіңдер. Кейіпкердің іс-әрекеті арқылы мінездеме беріңдер. Яғни кластер жасайсыңдар. Ол жерде портреті мен іс-әрекеті, әңгімедегі. Соны да ұмытпаймыз. Екінші, үшінші топ балалар. Бізде ол міне Ильястың тобы, әлдегі Раянның тобы. Қараңдар балалар. Үзіп отырамыз Ильяс. 4 сөйлем тәсілі арқылы кейіпкер іс-әрекетіне талдау жасаңдар. Ол сендердің оқулықтарыңның 70-ші бетінде берілген. Мысалы, пікір бірінші әңгіме кейіпкері туралы өзіндік пікірлеріңді сөйлемен жазыңдар. Атымтай Жомарт туралы нен жазамыз? Пікір жазамыз, бір сөйлеммен. Екінші, дәлел, пікірлеріңді сөйлеммен дәлелдеңдер. Үшінші, мысал, пікірлеріңді өмірмен байланыстырып, мысалдар келтіріңдер. Төртінші, қорытынды, әңгіме кейіпкері туралы қорытынды шығарыңдар. Дәптерге орындаймыз, оқулықта тапсырма бар. Сұрақ бар ма балалар? Жоқ. Келесі, үшінші тапсырма. Төртінші топ. Сендерге кесте беріледі балалар. Тақтада қараңдар. Кейіпкер, яғни Атымтай Жомарт, портреті, мінезі, іс-әрекетін осында толтырамыз. Өте мейірімді және жомарт, ақылды. Ол басқа адамдарға қарамай, өзін биік ұстамайды. Басқа адамдардан өзін биік ұстамайды, биік ұстамайды. Және де ол қанша бай болса да түрлі пайдасы жоқ заттарға қызықпайды, еңбек етеді, еңбекқор, ақылды. Жақсы. Портреті дейді, портреті үйреніп, сыртқы келбетін қалай елестетті? Еңбекқор, епті, мықты, сенімді, шыншыл. Ол мінезіне жазуға болады, шыншыл, әңгіме. Сыртқы келбетін қалай елестеттіңдер? Қандай адам? Шыншыл. Бойы қандай деп ойлайсыңдар? Түр әлпеті қандай? Орташа дейді, жақсы. Салмақты адам депсіңдер, түріне қарасаңдар. Жақсы. Әрі қарай іс-әрекеті? Бай бола тұра көп жұмыс жасады. Жақсы. Рахмет. Қосақтарың бар ма? Жоқ. Жақсы, отырамыз. Төртінші топқа. Жақсы. Енді бізде үшінші және екінші топ төрт сөйлем әдісі бойынша жұмыс жасау керек болатын, Жақсы. Жақсы. Жантөре. Атымтай Жомарт өте ақылды, мейірімді, жүрегі таза, кедейлерге көмектесіп, үй
үй сыйлап, нанмен бөлісіп көмектескен. Нанмен көмектескен. Атымтай Жомарт сияқты адамдар көп болса, мен Атымтай Жомарт сияқты болғым келеді. Тамаша, жақсы. Әрі қарай, 4-ші топтан Айша, үшінші топтан Айша. Атымтай Жомарт еңбекқор адам. Мен Атымтай Жомарттың айтқан сөзіне таң қалдым. Атымтай Жомарт ол мейірімді, ақылды, ол бейшараларға көмектесті. Кедей адамдарға, көмектесті. Барлық адам мейірімді болса екен. Атымтай Жомарт сияқты Мейірімді болса екен. Жақсы. Балалар, енді жасаған жұмысымызды дескрипторға сәйкес бағалау парақшасы бойынша бағалап жіберсек. Дескриптор бірінші кейіпкерге мінездеме береді, іс-әрекетіне талдау жасайды, портретін сипаттайды, дәлелдер келтіреді, образын ашады. Осы 5 дескриптор бойынша бағалау парақшасына бояп бағалайтын боламыз. Портретін сипаттаңыз, дұрыс міне? Әркім бағалады дұрыс. Тамаша. Айсұлтан көшбасшы басқалардың жасауына дұрыс бағалауына бағыт беріп отыр. Үшеуін бағалаппыз неге? Қай дескриптор орындалмай қалды? Іс-әрекетіне талдау жасайды. Іс-әрекет болды ғой сен оқығанда? Үшіншісі болмады. Портретін сипаттау болмады дейді. Жақсы. Сенде де біреу. Үшеуін белгілепті. Асылхан, екеуі ғана жүзеге асты ма? Бәріміз бағалады. Балалар, біздің екінші тапсырмамыз, енді әңгімеден алған әсерімізді жаңа сипаттадық қой. Осыны негізге ала отырып, авторға, яғни Ыбырай Алтынсаринға хат жазамыз. Тездетуге уақытты да қарауымыз керек. Уақытқа жұмыс жасаймыз. Қалғанымыз тыңдаймыз. Балалар қалған орнына қоямыз. Жұмысты тоқтатамыз. Болды. Орнына тұрып. Құрметті Ыбырай ата, сіз осы әңгімені арнап жазғаныңызды сыйлаймын. Мен осы ертегіні оқып бірнеше қасиеттер бойыма алдым. Тәкаппар болмау, еңбекқор болу, қызғаншақ болмауды түсіндім. Егер де сіз болмасаңыз, біз қазір осылай мектепте оқымаушы едік. Мен сізді шын жүрегімнен құрметтеймін. Мен осы Атымтай сияқты еңбекқор, ақылды, мейірімді болдым. Тамаша. Ыбырай Алтынсарин алғаш ұстаз болып мектеп ашқан ерекше атап өтіпте, сіз болмасаңыз, біз қазір осылай мектепте отырмас едік. Өте жақсы балалар. Енді балалардың жұмысын бағалап жіберейікші, Кәусар. Дескриптор бойынша орнынан тұрып айта ғой, балалардың жұмысы. Балалар авторға хат жазды, хат құрылымын сақтаған, әңгімеден алған әсерін сипаттаған, иә? Сонда біз 3 балдың 3-еуінде балалар не істеді? Жинады, иә? Жақсы бояй ғой. Отыра ғой, Кәусар. Әрі қарай кім? Кәусар өзің оқисың ба? Қалың оқи ғой. Құрметті Ыбырай Алтынсарин ата, мен сіздің өте жомарт, ақылды атын деп ойлаймын. Сіздің Атымтай Жомарт деген ертегіңіз өте керемет. Сізді көрсемін ғой, сіздің қандай адам болғаныңызды елестетемін. Сіздің ашқан мектебіңіз өте әдемі. Сол жерде көп білім алдым. Өскенде сіз сияқты болғым келеді. Рахмет сізге барлық затқа сау болыңыз. Жақсы, өте әсерлі жазылған. Өзінің әсерін, эмоциясын ашық айта білген. Бірақ кішкене түзететін тұстары бар екен. Рахмет барлығына деп оқыдың, иә? Бірақ мына жерде рахмет деп жазылсын. Сосын тағы бір жерде қаспаған жер болды. Жақсы. Сіздің қандай адам болғаныңызды елестетемін деп ерекше жазыпты, иә? Кімнің, Кәусардың жұмысын бағалайықшы? Кім бағалайды? Ал Ильяс бағалайды.
Авторға хат жазды. Хат құрылымын сақтады. Сақтады, иә, сосын Әңгімені алған нәрсені сипаттады. сипаттай алды. Сонда 3 балдың 3 балында жинады, иә, Кәусар? Жақсы. Балалар, мен сендердің жұмыстарыңды қарап шықтыңыз жаңа, иә? Енді өздерің бағалап өтіңдер, мен сендердің әділ бағалағандарын тексеріп өтейін. Өздерің бағалаңдар. Авторға хат жазыңдар, хат құрылымын сақтадыңдар ма? Әңгімеден алған әсерін сипаттады. Мен бірге қарап отырамын сендердің әділ бағалағандарың. Үшеуінде жаздың ба? Жұмысыңды көрейін. Жақсы. Екеуі ғана ма? Қайсысы жетіспеді сенде? Әсерін сипаттау ма? Әңгімеден алған әсерін сипаттау жетіспейді. Хат жаздың. Құрылымы сақталған. Несі шешеді? Неге жетіспейді? Қайсысы? Авторға Хат құрылымын сақтайды, әңгімеде алған нәрсені сипат әсер көлемі аз, иә, хаттың? Жақсы. Әділ бағалап жатырмыз, иә? Балалар, бүгінгі сабақта біз қандай құндылықтарды жүзеге асырып жатырмыз? Қандай құндылықтарды жүзеге асырып жатырмыз бүгінгі сабақта? Әділдік, жауапкершілік, сосын ең басты қасиет Артынтай Жомарттың қандай? Бізде құндылық бар, балалар, еңбекқорлық және кәсіби біліктілік деген, иә? Жақсы. Айсұлтан қайда? Айша. Барлығы бар ма? Үшеуі де? Балалар, сендер жаңа екінші біздің мақсатымыз авторға хат жазу, әңгімеден алған әсерінді сипаттау, оны да өте жақсы жүзеге асырдыңдар. Бағалауды да әділ жүргізіп жатырсыңдар. Мен ойлап бақылап отырған жаңа үшеуін бірдей бояп қояма деп, кейбіреу екеуін бояған екен. Өте жақсы, мен сендермен мақтанамын. Әрі қарай енді бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, қалай ойлайсыңдар балалар? Бүгінгі таңда Артынтай Жомарт сияқты адамдар бар ма? Жақсы. Кімдерді атай алар едіңдер? Асылхан, Жомарт па? Тағы? Жақсы, балалар, тақырыбымызға сәйкес Жомарттық қайырымдылық тамшысы дейді. Бүгінде қайырымдылықпен айналысатын қандай адамдар бар? Қайырымдылықпен айналысатын. Мысалы, кімді атай алар едіңдер дегенде Ыбырай Алтынсарин. Жоқ, бүгінгі күнде. Қазір біз өмір сүріп жатқан заманда кімдер бар балалар? Өздері ақындар ма? Қайырымдылықпен айналысатын. Айтсаңдаршы балалар. Баспана беретін қандай қор бар? Сіз харекет қылыңыз. Харекет, қайырымдылық қорының адамдарын айтуға бола ма? Иә, тағы кім бар сондай? Сіз человек маска. И оны не дейміз? Маскадағы Адам. құпия адам, иә? Осындай қайырымдылықпен айналысатын адамдар, иә? Жақсы. Жомарттық қайырымдылық жасау әркімнің қолынан келетін іс пе, балалар? Келеді. Иә, келмейді. Әрқайсымыз Артынтай Жомарттай бола аламыз ба? Бола болады, иә? Міндетті түрде бай болу емес, кез келген адам қандай бола алады? Еңбекқор және жомарт, ақылды адам болады екен, иә? Жақсы, енді кім сұрақтарға жауап берді? Солар 1 балл мына жерге дескриптор. Тақырып бойынша алған білімін өмірмен байланыстырған жаңа бізде харекет қорын айтты, иә, және маскадағы құпия бейтаныс адам туралы айтты. Өмірмен байланыстырған балалар. Келесі мына соңғы 2 дөңгелекті не істейміз? Қоршаймыз. Қоршаймыз. Ойадық па? Кімде қанша бал шықты? Айсұлтан, неше бал шықты? Менде бүкіл балды санағанда менде 7 бал. 7 бал шықты ма? Әділ бағалапты, жақсы. Неше бал? 6 бал шықты. Рая? Менде 9 бал. 9 бал, өте жақсы. Менде 8 бал. Ермахан? Менде 9 бал. 9 бал. Менде 8 бал. Жоқ, Жантөре, сен дұрыс бағаламадың өзіңді. Қара. Бүгін өте жақсы жұмыс істедің сен. Бірдеңелер жіберіп алдың ғой. Тағы кімде? Қазір шықты. Менде 9 бал. 9 шықты. Ердос неше бал шықты? 8 бал. 8, жақсы, тамаша. Менде 7 Ілияс қанша шықты?
9 балл шықты. Балнұр, төмен бағалап жібердің, 9 балл шығу керек сенде. Жақсы. Болды ма? Әрқайсымызда балдар шықты ғой. Айша неше шықты? 8 шықты. Өте жақсы. 9, 8, 7 балдар өте жақсы балдар алдық. Інжу неше? Мен 6 емес. 5. Жоқ, Інжу 5 емес. Бірінен қалдырып кеттің, дұрыс бағалау керек. Жақсы балалар, сабағымызды қорытындылайық. Сабақта балалар қоржынымызда қандай білім жинадық, иә? Өзіміздің рефлексиямызды жасап көрейікші. Маған барлығы түсінікті, тағы қандай білім алдық. Ермахан, Маған барлығы түсінікті болды. не ұнады бүгінгі сабақта саған? Маған Алтынтай Жомарттың ертегі, Ыбырай Алтынсариннің ертегісі. Ертегі емес пе? Алтынтай Әңгіме. Жақсы. Баян, Маған барлығы түсінікті болды. Әсіресе ұнағанда бір-біріміздің жақсы қасиеттерімізді жазған кезде. жақсы. Айша, Маған барлығы түсінікті болды. Маған ұнағаны Ыбырай Алтынсаринға хат жазған. өте жақсы. Тағы, Кәусар. Маған бүгінгі сабақ өте түсінікті болды. Және маған ұнағаны бағанағы Арқамызға жазсын. арқамызға жазған сөздер. Жақсы. Тапсырмалар бойынша кім сөйлейді? Ілияс. Маған бүкіл тапсырма түсінікті болды. Не ұнады? Иә, Не ұнады? маған Басқа сөйлемегендер сөйлеңдерші. Мөлдір не ұнады саған? Айталым. Не ұнады? Айталым. Әлде қиындық болды ма саған? Сәл қиын болды. Не қиын болды? Хат жазуда қиын болды. Иә, бірақ сендер топта не істедіңдер? Бірігіп жұмыс жасадыңдар. Иә, жақсы. Жұмыла көтерілген жүк жеңіл дейді. Тағы басқа сөйлемегендер. маған да қағаз не бірінші тапсырманы қағазға жақсы. Маған бесінші тапсырма. Жақсы. Еліміздегі тапсырма берген балалар. Балалар, өте жақсы. Бүгін сендермен осындай белсенді, нәтижелі жұмыс жасағанына мен де өте қуаныштымын. Қане, бас бармақпен бағалап жіберіңдерші бүгінгі сабақта. Қалай? Бас бармақпен. Ермахан, бас бармақ. Барлығымыз өте жақсы деп көрсетеміз. Рахмет балалар. Онда егер тапсырма алайық, егер тапсырма 60-шы тапсырма 71-ші бет. Балалар, әңгіме мазмұнынан қандай қорытынды шығаруға болады? Бүгінгі сабақта жасаған жұмыстарыңды әрі қарай не істейсіңдер? Жетілдіріп толықтырасыңдар, иә? Рахмет, осымен сабағымыз аяқталды.